Erkekmin deyim. Sözüme cevap veresin ben. Cevap vereyim. Erkekmin mi? Erkeksin be? Erkekmin. Assalamu aleykum. Ha ne oldu? Öyle mi? Erkek. Qayсы ол еркектің ба, еркексің ба деп жатқан. Ой, түрлеріңе бол. Отыр. Не болып жатыр? Төбелесейін деп жатсыңдар ма? Жоқ ой. Мынау кім? Қайсың еркексің ба деп жатқан? Сен ба еркек болып жатқан? Мен ғой еркекпін. Мен еркекпін. Жетіскен екенсің. Еркек деп кімге айтатынын білесіңдер ма? Кімге айтады екен? Малға айтады еркек деп. Қойыңыз ақсақал малға айтады. Малды, хайуандар ұрғашы еркек болып екіге бөлінеді. Еркек деп анау ұрғашы көрсе асыла беретіндерді айтады. Қойыңыз да ақсақал айтады. Адамдар ер әйел болып бөлінеді. Сен қазір еркекпін деп жатсың. Мен малмын деп жатсың қазір. Қойыңыз да ақсақал. Қарамайсың бар, ер адамдары ер деп жазып қояды кіретін жерге. Әйел адамды әйел деп жазып қояды. Әжетхананың өзі ер әйел деп жазады. Неге еркек деп жазбайды? Мынау ерлерге арналған киім дейді. Неге еркектерге арналған киім деп жазбайды? Онда біз тойда еркекпін мен деп билеп жүрміз ғой ақсақал. Сен сияқтыларға арналған ғой. Айуанмын мен деп билеп жүрсіңдер ғой сендер. Орыстардың өзінде самец, самка болып екіге бөлінеді. Сонда орыстардың я самец деген естіп пе? Жоқ. Я мужчина дейді, я мужик дейді. Сендер жүрсіңдер еркекпін мал болып. Көргенсіздер. Ер дейді, ер азамат. Ой, ер екен дейді. Ер азамат екен дейді. Сендер кейін кезде осы шарбанды ғой, еркекпін деп. Малсыңдар ма? Малды айтады еркек деп. Онда мен бар ғой, ер азаматпын де. Еркекпін деп атырын ғой жаңа. Ер азамат. Міне енді адам болды қайтадан. Ақсақал, онда мен де ер азаматпын. Міне сен де ер азаматсың. Еркек деп айтып тоқтатыңдар одан. Алло. Мен орынбасарлармен отырмын бір жерде. Келем ғой. Жақсы, давай. Ол кім басеке? Жеңгелерің бір жерге қонаққа баруымыз керек. Қонаққа баруымыз керек дейді? Барып келсеңші басеке. Сөйтейін ба? Сөйтіңші басеке. Ренжімеңдер бірақ, Ренжіп басеке. Баяндамаңыз. Кет қалмаңдар бар. Күтеміз. Басеке, сіз келем дегенше ана мынаудың бәріне заказ беріп осы жерде күтеміз. Болды. Басеке. Барып келем. Барып келем басеке. Бармаймын. Сендердің қастарында отырамын, болды. Сосын ары барамыз. Болды онда. Ал, тапсырыс беріңдер, жақсылап. Тапсырыс берсек. Жандарым сендер, жақсы көрем. Жақсы көрем ғой сендер. Біз де жақсы көреміз. Осындай отырыста қалай қиып тастап кетесің? Жақсы көреміз. Әкеміздей болды. Ой, мынау видео звонокпен сонда бар. Не болды? Отырма, міне, сенбейсің ба, міне, қара. Қалай сенші? Міне, асылжан міне. Қалай сенші? Одан қойса енді адам позорын шығара бермей болды. Болды еді. Не деп жатыр басеке? Ой, жаңа қонаққа барайық, ұят болады бірдеңе деп. Басеке, барып келесі ау. Қойшы, сендерді тастап кеткім келмейді. Сендердің қастарында болғым келеді. Басеке, Құдай қосқан қосағыңыз ғой. Барып келіңізші. Екеуіңді қимай тұрмын ғой. Жарайды, барсам барып кетейін. Барам да, нан ауыстен де қайтам. Сіз келгенше осы жерде күтеміз. Заказ беріп қойып, сізді күтеміз осы жерде. Жақсы көрем ғой сендерді. Біз де жақсы көреміз басеке. Кеткім келмей тұр ғой. Барып келіңіздер басеке. Hoppa. Екі шакал. Мен кетісімен жамандамақшындар, мені? Ой, крысалар өңшін. Білем ғой сені жұмыста мен туралы не айтып жүргендерің. Сосын ғой қастарына кеткім келмейді. Мен сенің ішінде не тұрған анау жүрегің бәрін көріп тұрмын мен. Ренгем нар сен ішінде бәрін білем мен. Ал алдырыңдар тамақты. Ішкізіп сырларыңды бір емеймін. Ішесіңдер бүгін менен. Түсіндіңдер ма? Жақсылап тұрып ішесіңдер, бәрін айтасыңдар маған.
Ай, керемет! Ах, оңбақан! Не болды? Қан командировкадамын деген. Кім мынау? Айқайлама деймін саған. Көзіме шөп салып жүрсің сен? Сен кімнің арқасында шалқып өмір сүріп жүргенін білесің ба? Кімнің? Осы тоқалдың арқасында. Үстіңе қымбат киім, астында қымбат машина, қолыңда қымбат сотка. Кімнің арқасы? Осы тоқалдың арқасы. Жылына 2 рет шетелге барып қыдырып жүрсің. Кімнің арқасы? Тоқалдың арқасы. Так что, абайлап сөйле. Жаным, өзі бір сүйкімді ғой, сүйкімді. Үстіңдегін осы жерден алдың ба? Иә. Құтты болсын. Рахмет. Маған да осы дилдордан бір әдемі көйлек алып берші. Жарайды. Кеттік, жуамыз. Аридашым, аридашым. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қалай бала? Шүкір. Жүріпсің? Ақсақал осы жерлерден сатылатын үй бар ма? Ой, сатылатын үй көп қой, не үй іздеп жүрсің ба? Үй іздеп жүретін. Немене таптарда жігітсің, әлі үйің жоқ па? Құдай сақтасын, үйім бар ақсақал. Байлардың районында тұрам ақсақал. Ой, жақсы емес па? Ой, қойыңызшы, несі жақсы оның? Бірін-бірімен санасып, машина алады, үй салады, дүние жинайды, бірін-бірін жамандайды, аяғынан тартып, бірін-бірін, в общем, жете алмадым мен оларға. Онда бұл районда болмайды саған. Осы бұл жерде де жетеді. Айбатта өсек айтып, бірмен бір жарысып дүние жинап атқан. Бұл жерде де көп. Саған бір ма? Бұл район болмайды. Ана район дұрыс. Ана район көрдің ба? Жүр, сол жақтан көрсетіп. Жүр. Ой, сол зор район сол. Міне, жаңағы іздеген районың. Ешкіммен ешкім шаруасы жоқ. Ешкімді ешкім өсектемейді, ғайбаттамайды, аяғынан шалмайды. Мінекей, ешкімнің дүниесін ешкім санамайды. Өзімен өзі. Мінекей, подстава жоқ. Соттату жоқ, ату жоқ, сату жоқ. Осы районын ұнаса, көр енді осы район. Көр енді өзіңе. Мынандай керемет ресторанда сіздей сұлу Бикештің жалғыз отқаны жараспас. Танысып қояйық, Бикеш. Шик-шак. Шик-шак. Шик-шик. Официант. Сәлеметсіздер, не қалайсыздар? Арақ, коньяк, пиво, вино бәрін араластырып, бір кувшинге құйып алып кеш. Ол қалай болады екен? Клиент айтқаннан кейін алып келсейтіз. Қанша уақытта дайын болады? Қазір 5 минут. 5 минут? Давай, билейікші. Маэстро. Вальс. Бикеш. Қайда асығасыз? Вальс қой бұл. Менде уақыт жоқ. Несі байынбайсыз? Таңға дейін мұнадан уақыт жетеді, Құдайға шүкір. Үйде 3 балам күтіп отыр. Өзім декреттемін. Қазір сағат 12-де күйеуім келу керек. 11:30-ға дейін билеп үлгеруім керек. Ой, не болды? Қалайсың? Не болды? Жаңа көп тамақ жеп қойдым ау деймін. Сорлы. Ана дастарханда ұстай алмадым өз-өзім. Аздау жеу керек қой адам тамақты, аздау жеу. Қалай аз жейсің ақсақал? Дастархан деген жайнап тұрған көріп тұрсың. Ой, жайнап тұра береді ғой. Денсаулығыңды ойламайсың ба? Палауды ас біреудікі болмай, асқазан сенікі. Палауды айтсаңшы, палау. Ей, анау тамақты бар ғой, мен саған айтайын, дәрі құсат жеу керек. Дәрі ішесің ғой? Тамақты тұр солай ішу керек. Түйірлеп, аздап ішу керек. Қойыңызшы, қалай жейсің? Дәрі құсатып өтіп. Ой, тамақты дәрі құсап жемесең, ертең дәріні тамақ құсатып асап жейтін боласың. Қойыңызшы. Денсаулығынан айырылғасын, бұл топ-топмен ұрып жейтін боласың. Ой, қомағайлар өңшең. Ауру астан, дау қарындастан дейді атан қазақ. Адам аштан өлмейді, астан өледі. Қомағай. Ойбай, адам деген бар ғой ше. Ақыл айта бермей бір бар жомей ма, кола ма әпермей ма?